Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен досымжан. Бүгін біз сіздермен әлменға жалғастыратын боламыз. Біз бүгінгі видеоны көрмейтін болсаңыздар, оны көріңіздер. Мен оның ссылкасын комментарийға қойып қоятын боламын. Біз үшінші матч бізде Вальдолидке қарсымыз. Біздің құрамында Том Братчеу жарақат алып қалды аздаған. Бізде оны CS-ті қоятын боламыз. Бізде қазір құрам бәрі жақсы. Біз үшінші матчымызға шығатын боламыз. Вальдолидке қарсы әдеттегідей құрамыз, ешқандай өзгеріс жоқ. Сонымен матч басталды. Купе, Игуаин, Милконыч, Ленихан, Сис қателескен қарсы болды. Вальдолид құрамасы, Вальдолид соңына шейін бәрі келді. Сис допты қайтадан алып қоя білді. Тамаша. Ленихан ар қапталға, сол қаптал. Игуаин, Милконыч. Крезлаққа тамаша ілу керек. Паспен болмай қалды. Бұл жерде ортаға бер жәнде Юнал нападающий, Юнал өзі келетір. Енді біздің ойыншымыз алда өтті. Енді соңына шейін бару керек, соңына шейін бәрі келді. Орталық қорғаушымыз саты өзінің жұмысын өте ойлауды атқарды. Игуаин ойыншылар өте алған жоқ. Игуаин қазір топ теріп қойды. Ленихан оның қателігін дұрса және Игуаин пас CS'ке CS. Енді бетпе шықты соққы және де қақпашы тады өз орнында. Маяно, Антонио қателескен Ленихан пас CS-қа CS Игуаин соққы және де бәрекелді есеп. 0-1 ойынның 25-ші минутта біз есепті ашып отырмыз. Тамаша. Гонзало Игуаин есепті 1-0-ға жеткізді. Және де бір Маяно, Антонио, Милконыч қайтты Игуаинге. Игуаин ортаға пас CS қайтадан өзіне. Игуаин ілу керек. Тамаша. Баспен бұл жерде баспен ұрылған жоқ, бірақтан біз сонда да бір ұштама алып отырмыз. Крезлак бұл жерде баспен ұрамай қалды және де қарсы өтінде бұл жерде, бірақтан бұл жерде қазір аут болған жоқ, аут бола қойған жоқ. Соңына шейін бәрі келді. Бұл жерде аут қазір. Мосес қақпашы арқылы. Смитес, Крезлак, Милконыч Антониядан допты беріп қойды. Антонияға Камаша бізді қорғашымыз тағы допты тартып қойды. Милконыч бұл жерде Милконычтың тағы жоспары жүзеге асқан жоқ. Бәрі келді. Тамаша. Енді солға тағы да бере алмайды. Адамыздар тағы қисық беріп отыр. Енді соңына шейін бару керек. Оң қапталда Мартинес пас берген кезде бірінші тайм өз мәресіне жетті. Сонымен қазір бізде екінші тайм. Алкарес, оң қапталға Маяно, Михель Алкарес қателесенде алдыға пас. CS бұл жерде оң қапталға Гипс, Игуаин және Оливас. Игуаин, CS, Калеро, Юнал бұл жерде ортаға Антонио бұл жерде допты беріп қойды. Тамаша. Игуаин пас. CS пас. Соққы бәрекелді есеп 2-0. Есеп сонымен 2-0. Біз тамаша гол соқты. Антонио Маяно Милконычке допты беріп қойды. Милконыч пас бұл жерде енді Игуаин пас. CS соққы бұл жерде доп қақпадан қисық ұшып отыр. Джорди Масип алдыға тепті. Баспен тамаша. CS қақпашымен бетпе және де финт. Соққы бәрі келді. Доп бірақтан қақпадан сәл ғана қисық кетті. Ойынның 69-ші минутта есеп әлде болсын 2-0. Вальдолид құрамасы бізге әзірге жеңілу үстінде. Бірақтан әлі матч біте болған жоқ. Вальдолидқа есепті теңестіп алдыға шығып кетуде мүмкін. Бірақ біздің Гипсуитте сияқты ойыншылар бұларға мүмкіндік бере қоймайды. Тамаша пас енді бір әріға CS ілу керек. Тамаша. Игуаин баспен соққы бағыттатқан жоқ. Бұл жерде капитан бізге соққыны оп-оңай бағыттатқыза қойған жоқ. Алды асырды Юнал бұл жерде бірінші топ ойнаған жоқ. CS оң қаптағы Игуаин ортаға Лесмело пас қайтты Игуаинге соққы. Есеп 3-0. Бәрекелді.
Gonzalo Higuain есепті еселеп отыр. Үштен және ойыншылар алысты жерде Михель өз орнын Kopқа босатып берді. Планы қателесті. Енді Сиес Фернандес алды өте ма? Алда бітті. Тамаша пас. Батам қайттан доп жеткен жоқ. Ленихан өзі қайттан пас. Higuain тамаша енді пас. Жерде пас бере қойған жоқ Фернандестің допты алып қоя алды. Енді пас қайттан ортаға. Higuain Сиесқа жерде доп. Сиесқа бұрын жерде доп құланаға жетті. Енді қорғанды жерінде жақтан бізде сонымен екінші таймда өз мәресіне жетті. Есеп 0-3, біз тағы еске жеттік, және біз бірінші орынға шықтық. Бізде 9 ұпай, ал Севильяда 7 ұпай. Сонымен төртінші тұр Фулхам енді қатты жақсы ойын деп айта алмаймыз. Жақтан бұларды бізге қазір қиыншылық туғызуы мүмкін болған. Сегізінші орында соңғы орында Реал Мадридтің өзі орында тұр екен. Бізде құрамға өзгеріс керек, енді Кемпті шығарымыз еді қайтадан. Сол қапталды ойыншы Милканы үшін әлі шамасы кішкене. Және де бізге бұл жерде Стокконды орталық жағдай қорғашы шығарамыз да. Енді біз 4-3 шамасын өтетін боламыз. Бұл жерде Стоккон сол қапталда шабуылшыны үйреніп болады, ал Кемп оң жақтағы. Сонымен осы құраммен шығарайық. Сонымен біз 4-ші матч Фулхамға қарсы. Бұл жерде сағат бияқты 5 екен. Жаңбыр және бияқты 8 градус. Біздің алаң әрине кішкентай ғана алаңымыз. Бүгінгі матчта бізге қиыншылық туғызатыны анық. Милконыч пас Стокконға, Стоккон ар қапталға. Кент баспен жазу. Кент Higuain Мосес Сиеске доп жете қойған жоқ тағы да. Жерде қазір Милкон кіммен атуым дейік. Митрович қазір шабуылға шықты, және біздің ойыншылар тағы тамаша ойнай білді. Higuain пас. Сиес ортаға пас. Стоккон қақпашы өз орнында Сери бұл жерде допты бұрыштамаға кетіп батқан жерін ауытқап жасап үлгерді. Мосес ауытты лақтырды, және Higuain басына тура. Higuain тағы бұл жерде воздушный борьбада ұтылып қалды. Алдырасы, және бұл жерде біздің қорғаушыларымыз өз орнында. Смичес алдыға. Тамаша, енді бұл жерде өте қоймайтындай шартыпты. Екен қорғаушылар бірін артына тұрып алды. Енді бұндай жерден баспен кез келген ұрып шығарып алды. Лесмело, Сар, Higuain бұл жерде өте алмады тағы да. Және ойын тәртібі бұзылды. Бүгін матчта бірінші мәрте біздің ойыншылар ойын тәртібін бұзып отыр. Алдырасы, және де Митрович біздің ойыншыларымызды алдап кетті, және де соңына шейін бауыр керек бәрі келді. Мосес тағы өз орында алдыға тептік. Бұл жерден қашып кету керек еді, бірақтан бияқты қазір қақпашы өз орнатан қателік кетті. Соққы, және де гол. Есеп 1-0. Біздің құрама қазір алдыға шығып отыр. Серхио Риконың жерден қателігіміз ұтымды пайдаланып, жерде голды соқтып есепті аштық. Тамаша жасалған шабуыл, бірақтан және тамаша соғылған гол. Бір ғана қателіктен бұл жерде бүкіл команда зардап шекті. Алдыға сырт қайтадан, бірақтан тағы да жерде қорғаушылар өткізе қойған жоқ. Верто қазір соңға шейін келетір әзірге ортамен, бірақтан біздің Мосес тағы да топ қойды. Higuain алдыға тамаша Стоккон енді пас. Сиес алда өтті соққы. Не себептағы соққы бақтаған жоқ біз. Кент. Стоккон пас. Higuain. Серхио Рико қайтадан өз орнында. Сонымен көзді ашып жұмғанша біз бірінші таймды да бітіріп тастадық. Бірінші тайм ашқан уақыт қосқан жоқ. Бізде сонымен қазір екінші тайм. Әрине рекламадан кейін. Сонымен құрам ашқан өзгеріс керек жоқ. Біз осы құраммен қазір шыға берейік. Сонымен шабуыл басталды. Стоккон тамаша Сиес. Ортаға. Кент есепті 3-тен жете аласың ба? Кент. Соққы Милканы, және қақпашы қайтадан бұл жерде өз орнына тағылды. Пас. Және бұл жерде жете алды. Жете пенальти. Ешқандай пенальти жоқ бұл жерде. Сери қателесі, енді Стоккон соққы гол. Есеп 2-0. Біз әйне дауысын қосып қойық бұның. Және де біз матчадегі настройки матчадан бәрін ауыстырып тасайқын. Ешқандай қажеті жоқ бұлардың.
бізге ойын маңызы. Каринай, Ветто, Каринайге қайтадан Карие, Серийға Серий ма тұрған. Сонда Митровичке доп жеткен жоқ, Куппе алдыға теріп және бұл жерде офсайдта тұрған жоқ екен. Сонымен соңына шейін енді ортаға пасты бере алма, үстінен бұл жерде бұрыш ұштама. Ойынның 63-ші минутта Грызлак көтер және баспен Игуаин. Бұл жерде доп қазір маңдайшаға тиіп, доп қақпадан биік ұшты. Рико алдыға асырды. Серий бұл жерде тамаша ойнай білді. Ангуси Ласмело оған қарсы. Тамаш допты соққынғарды, соққын. Бұл жерде есеп 3-0-ге жете алмады, бірақтан есепті 3-0-ге Серхио Рико жеткізе қойған жоқ. Шултер артынан тепті және бұл жерде біз ойын тәртібін бұздық. Каринай бұл жерде Шултер бір ойыншын алдады, бірақтан біздің Грызлактың өте алмады. Ангуистер бұл жерде Милконовичтен допты өткізіп берді және Грызлак тағы да тамаша ойнай білді қорғанысты. Тамаша пас енді тағы да өте қойған жоқ. Және бұл жерде соққыны допты тартап қойды. Пас Серийден тағы доп өте қойған жоқ. Енді соңына шейін бару керек. Ласмело допқа жете алмайды ау. Бұл жерде оң қапталды қорғаушы Молсестің өзі бұны құлатпасы болмады. Және бұл жерде аут. Ойында сонымен біз бірінші мәрте аут жасатқан шығармыз осы матчты. Тамаша пас бұл жерден Стоккын енді өзі шешет және доп қақпаға кірмей қайтадан бағанаға тиді. Қараңыздаршы қандай керемет шабуылды жерде допты қақпадан қисық деп қойды. Бірақ жеңілмейді, біз ең басты жеңіске жеттік. Есеп 2-0, біз таза жеңіске жетіп жатырмыз. 2 матч қатарынан 2-0 болды соған қарағанда, 2 матч қатарынан 2-0. Біз сонымен әзілде бірінші орынды бермей жатырмыз. Бізде кезекті қарсыласымыз бұл Манчестер Сити және бұл қазір бүгінгі видеоға соңғы матч болады. Құрамында бұл жерде қақпашы ауыстырайық, Томды қайтты алаңға шығар Игуаин орнына бұл жолы. Бұл жерде Игуаин сонып және де мына ойыншыларға кішкене күш беру керек сияқты. Ласмелоға, қорғаушыларға жалпы бәріне керек бұл жерде. Және де соңғы қоя салайық. Сонымен кезекті матч. Бүгінгі видео ең соңғы матч болды бұл матч. Манчестер Сити өз алаңында Дрем футбол клубын қабылдап отыр. Ласмело, Грызлак, Стерлингтен допты өткізіп Милконович. Бұл ойыншылар кішкене тез қимылдап отыр Манчестер Ситиге. Сиес бұл жерде Сильвадан өте алмады. Стерлингке қарсы бұл жерде Сиес ойын тәртібін бұзып айып добын берді. Стонес алдыға асырды. Агуэро Куппеден өте алмады. Стонеске қарсы соққын тамаша пас. Том Сиесқа Фернандиньоға қарсы Фернандиньо өте алмайтынымызды біледі. Пас бергенбіз, сонда да олар қателесіп допты Стерлинг келіп қойды. Стерлинг өзі шабуылға шықты бұл жерде. Қараңыздаршы, ойыншымыз ешқандай кедергі салыптаса және тағы да бұл жерде тез жатып жастана тұрып бәлеп шабуылды тоқтата білді. Тамаша пас енді соққын енді есепті аша алатын мүмкіндік қой. Соққы және бәрекелді гол. Әйтеуір дегенде Эдерсон қорған қақпаның кілтін таптық ау. Қараңыздар қандай тамаша пасты берді. Ешкім бұл жігітке кедергі салған жоқ. Бәрі артында алып кетті. Өзі емін-еркін шықты, тамаша соққы бақты және де біз есепті осылай ашып отырмыз. Стерлинг тағы өзінің финттерін көрсетіп тастады бізге. Грызлак алмады. Сильва Стерлингке айтын. Стерлингке тағы Куппе жақсы ойнап жатқан. Уолкер кешіңіздер. Бұл жерде аут қазір. Кайл Уолкер бұл жерде бізге мүмкіндік берген жоқ шабуылға. Эстрот алдыға тепті. Том қателесі және де Ласмело, Кевин де Брюне, Сильва бұл жерде допты беріп қойды. Тамаша Том мен жанды бір пас берем екен. Тамаша берді және де Стоккын үстінен бәрекелді есеп 2-0. Ойынның 32-ші минутта біз есепті еселеп отырмыз. Тамаша. Екінші таймда 5-ші қорғаушыны шығарған дұрыс сияқты. Себебі Манчестер Сити шабуылда өте керемет ойын және екінші таймда бұлар Маресіңді мықты ойыншыларын қойып Фернандиньо бұл жерде саны Дел бұл жерде Кент ойын тәртібін бұзды.
Қызыл қағаз не үшін? Бізде ойыншымызға бірінші ғана бір рет қана штраф істеді, оның өзінен бізге сары қағаз орнына қызыл қағаз беріп, біздің ойыншымызды уақытынан бұрын алаңнан шығарса. Сане Сильваға пас. Сильва қауіпті ол жерде. Екі ойыншының ортасынан тұрып, соққын емін-еркін бақты қанады. Сане тамаша берген пасты және де бірден допты қақпаға допты тепті. Куппеға Стерлинг, Милконович тамаша пас Стоккан. Кайл Валкерге қалсы, Валкер бұл жерде іштен кеткізген жоқпыз. Және кішкене телефонымыз қайтадан қатып басылған секілді, бұның кешірім сұраймыз бұл үшін. Ойын бәрін көтере алмай жатыр әзірге. 2-3 программаның бірден. Кевин Де Брюйне және де бірінші тайм осымен аяқталды. Және де бұл жерде қайтадан біз осындай рекламаны шығарды, бірақтан бізге бұл рекламаны шығарындай қажеті жоқ. Бізге қазір құрамды өзгертуіміз керек және біз 5-ші қорғаушыны шығарған дұрыс. Кент дайын ауыстырмаймыз. Біз Кентті нападение қоя салақ. Бұл жерде бір өзі Том Братчо, алдыда бір бәсе, біз Сиестің орнына біз бұл жерде Калета Карды шығарамыз. Калета Карды бұл жерде оң жақтағы қорғаушы ретінде қоятын боламыз. Өйткені Мосес шығарса, Мосес қатты шаршап қалған. Бұл жерде Мосеске бізде қазір ешқандай күш, ешқандай қуат бермейді. Енді Лениханды қайталды шығарайық бұл жерде өзінің орнына. Және екінші таймда біз 2-1 алмастырып бірден қойдық. Және біздің 3 ойыншымыз бұл, 2 ойыншымыз аяқта жүр. Қараңыз, аяқтан пайда болды жағанағына. Лерой Сане біздің ойыншыларымызды емін-еркін өте алмайды. Тамаша ойнай білдік. Отаменди қателесті. Ленихан Милконович арғы аптаға Калетакарға тағы да доп жетпеді. Калетакар соңына шейін бәрі келді. Калетакар қазғаны ойынға шыққанда бұл ойыншыда күш деген әрине көп болып тұр. Рафаэль алдыға Том Братчо, Том бұл жерде қателесті. Фернандиньо қателесті. Тамаша пасты беруге болатын еді. Қайтадан қорғаушылар өз орнын табылды. Енді Сане біздің бір ойыншымыз өте пың алып кетті. Және де енді бетпе-бет шықты қақпашымен. Соққы есеп қысқарды. 65-ші минутта есеп қазір 1-2-ге жетті. Біз бір ойыншыға аз болып тұра бұл командамен теңде келе жатыр қазірге. Грезлак пас Том бұл жерде тағы да бір Лесмио тартылып кетті. Дай Силвадан енді кіру керек штрафныйға. Ұста допты, бірақтан қайтадан болма. Және Канагуэро қақпашымен қалай бетпе-бет қашып кетті. Бұл жерде біздің қорғаушылар қателесіп жерде есеп 2-1 бол. 2-1-ден 2-2-ге өтті. Серхио Агуэро есепті 2-2-ге жеткізді. Милконович Грезлак пасты берген, бірақтан бұл пастарды ойсыз шықты. Фернандиньо бұл жерде Санеге, Санеден допты аламаз. Стонес бұл жерде Стонес бізде допты бермейді. Кевин Де Брюйне бұл жерде ойынтатын бұзып қана допты ала алдық. Басқаша алудың жолын таппайды. Бізге осы 2-2 қанағат тұратын сияқтымыз. Себебі бізде бір ойыншылардың бәрі шаршады. Лесмело Том Калетакар тамаша қай берді бұл жерде. Калетакар жерді және жай ғана біз оларға допты сыйлыққа бер салды. Габриэль Жесус шықты. Өткі шабуылдың бұл жерде Канагуэрден ауыстырды. Фернандиньо бірінші допты емін-еркін көкірегін тоқтатты енді. Артында ойыншы тұрса да. Стонес Сильва тамаша. Енді Том Милконович тамаша пас. Бұл жерде тағы доп жете оған жоқ. Енді соңына шейін бар. Бұл жерде есеп 2-2. Амал жоқ, жеңіп тұрған матчты теңдікке беріп қойған өзіміз. Және де біз бұл жерде осы ойынға да қанағат тұтуымыз керек сияқты. Есеп 2 біз әлде бірінші орынымыз сақтап тұр, бірақтан бізде Ливерпуль командасымен арнамыз әлде 3 ұпай. Бізде бар орын 6 ғана теңге берді. Және бұл келесі матч Мадридті Реалға келесі. Осы видеоны көргілеріңіз келсе міндетті түрде лайк басыңыздар. Осы видео 5 лайк жиналса мен тағы ертең шығаратын болған видео. Сізбен болған досымша келесі кездескенше аман сау болыңыздар.